Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін 16 қазан. Біз алдыңғы бөлімдегі квест ойынын жалғастыратын боламыз. Алдыңғы бөлімде көрген жеріңіз сейін. Біз квест ойындарын 9-шы Г сынып оқушыларына табыстаған болатынбыз. Яғни бүгін сол квест ойындарының нәтижесімен оқушылар және мектеп ұстаздарына арналған ерекше ойынды тамашалайтын боламыз. Ендеше кеттік. Қазір біз мектеп оқушылары мен ұстаздардың жаңылтпаш айтуға деген қабілеттілігін тексеретін боламыз. Бүгінгі күні жаңылтпаш жарысын жасаудағы ең басты мақсатымыз мектеп оқушылары мен ұстаздарының тілін жаттықтыру және дикциясын тексеру болып табылады. Ал ендеше мектеп оқушылары мен ұстаздары бұл тапсырманы қалай орындайтынын көрейік. Сәлеметсіз, Сабира апай, бүгін бізде жаңылтпаш айту жарысы басталды. Сіз мына жаңылтпашты қайталап бере аласыз ба? Күш күшігім, қайда жатса үсідің. Кір үйге күшігім, ки көкемнің ішігін. Күш күшігім, қарда жатсаң үсідің. Кір үйге күшігім, ки көкемнің ішігін. Дұрыс па? Сәлеметсіз апай, бүгін бізде жаңылтпаш жарысы жүріп жатыр. Соған байланысты сіз мына жаңылтпашты айтып бере аласыз ба? Шошытқан 3 құсты, шошып 3 құс ұшты. Шошытқан 3 құсты, шошып 3 құс ұшты. Өздеріңіз көргендей, біздің мектептің оқушылары мен ұстаздарының тілдік қабілеттері өте жоғары болып шықты. Ендеше келесі бөлімдерде де осы сынақтан өткізетін боламыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.